Эфирде жаңа күн бағдарламасы. Қайырлы таң, құрметті достар. Бүгінгі студиямыздың қонағы белгілі әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңген қайраткері Жеңіс Ысқақова. Жеңіс Ысқақова, жеңіс күні дүние есігін ашқан қазақ эстрадасының күміс көмей әншісі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері. Ал, Жеңіс ханым, қош келдіңіз. Тамыздың таңы, тамаша таңын қалай қарсы алдыңыз бүгін? Мен әрдайым таңды қуанышпен қарсы аламын, көңілді күйде қарсы аламын. Өйткені адам баласы өзінің көңіл күйін өзі жасау керек. Және де біз адам баласы әрбір таңымызға қуануымыз керек. Жеңіс апай, қазір ғаламторларда әншілерді, шоу-бизнес өкілдерін сынға алып жатыр, шетелдерде көп демалады деп. Өзіңіз ол жағына қалай қарайсыз? Жазғы демалысты қайда өткіздіңіз? Мен расында да әлі жазғы демалысқа шыққан жоқпын. Жазғы демалыс үлгермегенде реті келмей жатыр. Менің уақытым болса, жолдасымдікі келмейді. Жолдасымдың уақыты болса, балаларыма да қарай. Жұмыс графиктері сәйкес келмейді. Иә, сәйкес келмей жатыр. Бірақ мен ойлаймын, демалысты қай жерде болса да адам өзіне жасап алуға болады. Өйткені жұмысыңды бітіріп, кешке қарай, бала шағаң ортасында теледидарды қосып қойып, рахаттанып, бірге отырғанның өзі де ол үлкен демалыс. Ал шетелге шығып демалып тұрамыз. Демек, ода тұрған ештеңе жоқ па? Әрине, онда тұрған ештеңе жоқ. Расында да адам баласына біз болмаған жер қызық сияқты болып тұрады. Иә, дұрыс айтасыз. Сондықтан да біз болмаған жерімізді көргіміз келеді. Ол да жақсы дүние деп ойлаймын, өйткені бәрін көру керек, білу керек. Көзбен көріп, қолмен ұстап көргенге не жетсін. Бәрекелді. Тағы бір сұрақ, енді бұл жол шамалы күрделірек болып көрінуі мүмкін. Жалпы көп талқыланып жүрген мәселе, қазір әншілерден, өнерпаздардан салық алайын деп жатыр мемлекет. Осы мәселеге көзқарасыңыз қандай? Енді бұл заңдылық қой, ол біздің елімізде ғана емес, бүкіл әлемде бар дүние. Оның ретін дұрыстап жүйеге келтіру керек деп ойлаймын. Жаңағыдай, сіз концерт қойсаңыз да, қоймасаңыз да ай сайын салық төлеп тұру деген емес. Мысалға, жасаған жұмысыңыздан өзінің белгілі бір пайызын мөлшерін беріп тұрған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені біз ай сайын концерт беруіміз мүмкін, болмай қалуы мүмкін. Ол концерт жасағаннан түскен қаржыңнан төлейтін салығын көп болған, онда сен жанұяңды қайтып жаңағы асырайсың деген. Менің енді ойым, енді оны байыппенен дұрыстап жаймен жүйеге келтіргені ол дұрыс деп ойлаймын. Өйткені расында да мен мысалға бір жерге концерт бердім. 2000-3000 адам басын қосып. Билеттен түскен ақшадан өзінің бір пайызын мөлшерін салық төлеп тұрғанға мен қарсылығым жоқ, өйткені ол заңдылық, ол керек деп ойлаймын. Бәрекелді. Жеңіс апай, сіздің темір тұлпарыңыз бар екенін бәріміз білеміз. Оны тізгіндейтін сіз өзіңіз бе, жоқ әлде қожайыныңыз ба, жүргізушіңіз? Жоқ, енді мен өзім жүргіземін. Өйткені жүргізуші ұстау деген... Көлік кептеліс деген сіздің... Иә, жүйкең тоздырады. Жүйкең тоздырады. Бірақ амал жоқ. Расында да, менің жолдасым айтады ғой. Мұндай кезде музыкаңды қосып қойып өлең айтып отыра бермейсің бе деп. Өйткені тозған жүйке қайтып орнына келмейді, сондықтан да қолымыздан келгенше шыдамдылық білдіруге тырысамыз. Көліктің ішінде репетиция дейсіз ғой. Көліктің ішінде басқа да әріптестерімнің әндерін қосып қойып тыңдап. Бәрекелді. Жеңіс ханым, біздің кезекті бейне сюжетіміз дайын болған екен, соны тамашалап болғаннан кейін студиямызға қайтадан оралатын боламыз. Эфирде жаңа күн бағдарламасы, студияда қонақта бізде бүгін әнші, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген қайраткері Жеңіс Ысқақова. Жеңіс ханым, мынау бейне клип түсірмей-ақ халыққа кеңінен танымал болған әншілердің қатарындасыз. Жалпы бүгінгі таңда бейне клип түсіру, ол енді міндет болып кетті кез келген әншіге. Ал енді сіз осы бейне клип түсіру мәселесіне сіз көбінесе дуэттермен түсіресіз ғой. Клипті. Өзіңіздің жеке бейне клипіңіз қашан шығады, қашан жарық көреді? Дуэттермен болғанда сол бірақ дуэт болды. Жаңа жас балалармен өзімнің осы... Өзіңіздің танымал болған әніңізге ремикс жасап? Балалардың, сол жас әншілердің ұсынысымен. Ал енді жаңа өзің айтпақшы, біз ән айтып бастағанда бейне клип деген біздің немізде түсінігімізде жоқ болатын. Ол бейне клип сол жас әншілердің ұсынысымен болған дүние болды. Ол да біреу-ақ. Ал енді бейне баян әрине керек. Заманның ағысымен, талабы бойынша қатарыңнан қалмай арасында бір түсіріп қоюға болады енді. Мұнда ой бар, бірақ менде қазір
сол жаңа әнім бар. Бүгін Алла бұйырса Шырқалады. сіздерге алып келіп отырмын. Бұл әннің өлеңін жазған Тұманбай ағамыз Молдағалиев, әнін жазған Кеңес Дүйсекеев. Әкені көрмей, әкеге деген махаббат, әкеге деген бір сезім, сағыныштан туылған ән екен. Соны Кеңес аға маған тапсырғанда айтты, Жеңіс айналайын, бұны тек әкесі жоқ адамдар ғана жеткізіп айта алады деп. Соған мен бір жағынан ағаға рахметім шексіз, сондай әнін маған сеніп тапсырғанына, және де мен де әкемнің 18 жасымда айырылдым, осы арман қоп Алматыға әнші болуға барам деп тұрған кезімнен. Бірақ енді мен ағаларға қарағанда әкенің ыстық алақанын, әкенің тәрбиесін, даналық әңгімелерін естіп, көріп өстім. Ол тіпті қиын болады екен, өйткені әнді айтып жатқанда расында да сол әкемді қатты сағынып орындадым. Жатқан жерлер жайлы болсын, үлкен әкелердің, енді бұндай корифейлердің қаламының астынан шыққан туынды, бұндай керемет әншінің орындауында. Осыған бір клип түсірсем ба деген ойым бар. Жа клиптен келіп отыр ғой. Қазақтың корифейлерінің жазған туындысы міндетті түрде көрерменнің жүрегінен орын табады деп мен кәміл сенемін. Ал енді сәрсенбінің сәтті таңында біздің көрермендерімізге айтар таң тілегіңіз қандай, Жеңіс ханым? Көрермендерге айтатыным, әрдайым таңыңызды күліп ояныңыз. Сол кезде күнде сізге күліп қарайды. Әрбір таңыңыз күлімдеп қарсы алыңыз, сіздерге де өміріңіз әрдайым күлімдеп тұрсын. Бәрекелді, рахмет. Құрметті көрермендер, сіздермен бірге болған мінекей Қазақстан Республикасының еңбек сіңген қайраткері, белгілі әнші, республикамызға белгілі әнші Жеңіс Ысқақова. Ал енді біздің бағдарламамыздың қағидасы бойынша Гүлбаршын екеуміз сізден енді ән сұраймыз. Жаңа ғана тарихын айтып кеткен әнді сіздерге орындап берейін. Бәрекелді. Seni күн сайын сағынамын, шыға келші алдымнан жалынамын. Көріп кеттің балаңды тіршілікте, беріп кеттің бітпейтін жаныма мұң. Сенсің менің тірегім, лүпілдеген жүрегім, аман есен бол балам деген әке тілегім. Күн ішінде ағылған арманымсың сағынған, ән арнадым өзіңе, шығармаймын жадымнан. Жаңбыр болып төгілем нұр сезімге, құлап беріп жалғанда жүрші өзіңе. Көрмедің-ау өскенін бөбегіңнің, шөлдедім-ау қайтейін бір сөзіңе. Сенсің менің тірегім, лүпілдеген жүрегім, аман есен бол балам деген әке тілегім. Күн ішінде ағылған арманымсың сағынған, ән арнадым өзіңе, шығармаймын жадымнан.
жүрек